Сондай бір өте бір қауіпті кезең болды сол 70-80 жылдар. Төбелесе жерде төбелесіп түрмеден шыққан зектер жұмыс істеді. А ты справишься деді. Сотталып кетуің мүмкін еді. Ана ақшаны мен қалтама салып алып отырмын ғой. Заң жүзінде жасауға болмайды. Қазақтарды иттің етінен жек көреді. Мені жек көрді. Прям арыз жаз, ертең жұмыстан шық, қолына ұстап ал. Мен қашып кететін де әлі есімде. Шмидт деген айтты, через мой труп. Сонымен естеліктер айтуды ары қарай жалғастырамыз. Мемуар жазуға әрине әлі ерте. Оны мен 90, мүмкін 100 жасқа келгенде жазармын. Дегенмен жастардың сұранысы болғаннан кейін осыны баяндауға мен былай айтқанда мәжбүр болып отырмын. Сонымен мен енді оқу бітіргенімді айттым, оқуға түскенімді, одан кейін әскерден келіп жұмысқа тұрғанымды, Үржарға, содан кейін Семейге келіп үлкен бір Семпромстрой деген заводқа жұмысқа тұрдым. Енді қазір қайтадан сол заман көз алдыма елестеп отыр. Қазіргі адамдарға енді өткен өмір бір жеңіл сияқты болып көрінеді. Өткен өмір бір романтикаға толы, қызық сияқты болып көрінеді, бірақ әр заманның өзінің қызығы мен өзінің шыжығы жетіп артылады. Ол кезде қандай шыжықтар, қандай қиындықтар болды. Ең қиыны, мысалы, Қазақстанның барлық қалаларында өндіріске дамитын бір ғылым білім мекемелерінде қазақ ұлты жоққа тән болды десе болады. Сол Семейде сол кезде, мысалы, мына 80 жылдар жақсы үлкен кәсіпорындар жұмыс істеп тұрды. Айталық, кабель заводы, сонан кейін шипр заводы, цемент заводы, ет комбинаты, завод газоаппаратуры дейді, силикатный завод, комвольный сукон объединение сияқты өте үлкен көптеген мекемелер болды. Онан кейін құрылыс жүргізетін Семпромстрой, Семжилстрой, сонан кейін университеттер, педагогикалық университет, техника, технологиялық университеттер бар. Солардың 90%-ында, мүмкін 95%-ында басқа ұлттар, көбінесе орыс басшылар болды да, қазақтың азаматтарын көтермеді. Қандай талантты болсаң да, қандай еңбекқор болсаң да, сен соның өсетін деңгейің белгілі болатын. Шындығын мойындау керек, сол кезде саясатта солай болды. Мына қазақтың қойын 50 миллионға жеткіземіз деп, мектеп бітіргеннен кейін сен қандай керемет жақсы оқысаңдар да үгіттеп, идеологиямен комсомол жастар бригадасын құрып, жастарды малға қарай баулады. Қазақтың бәрін мал баққызып қою керек болды да, ал енді өндірісте, қызметте, завод, фабрикаларда басқа ұлттар жұмыс істеді. Сол кезде арман қуып мен қалаға келдім, Семпромстройға жұмысқа тұрдым. Жұмысқа тұрғанда алдымен сол технолог, терезе есік шығаратын жерге технолог болып кірдім. Содан біраздан кейін қосымша мына инженер, қауіпсіздік инженер по технике безопасности дейді. Сол жұмыстың да маған ыңғайы тиді. Соны қосып алып жүрдім. Содан кейін гражданская оборона деген бір мамандық болды. Соғыс болады деген сол кезде ана бір суық соғыс дейді, холодная война деген жүріп жатты да, қашан Америка СССР-ға соғыс ашады, болмаса СССР Америкаға соғыс ашады деген сондай бір өте бір қауіпті кезең болды сол 70-80 жылдар. Сол кезде мына гражданская оборона мен арнайы адамдар қойып, сол жерде бомба убежище, ол таза болу керек, соғыс болған жағдайда адамдар қалай құтылу керек деген сияқты, соған жауапты адам керек болды. Сонымен мен 3 бірдей неменені алып жүрдім жұмысты. Дәл сол кезде өзі трест екіге бөлінді. Семпромстрой, мысалы, завод, фабрика салатын құрылыс комбинаты болды, содан кейін Жилстрой, таза тұрғын үй салатын болып екіге бөлінді. Менің мамандығым енді сол Жилстройға тұрғын үй салатын мамандықта болады, деревообрабатывающий комбинат. Сол екіге бөлінгеннен кейін ДОК Жилстройға кетті де, мен Семпромстройда қалдым. Промстройда сол, онда да шағын ағаш өңдейтін шағын цех болды, соны жүргіздім. Инженер по технике безопасности, гражданская оборонада жұмыс істеп жүрдім. Енді жұмыс сондай қиын болған жоқ. Былайша айтқанда офисте, конторда отырасың, ақ көйлек, таза киініп, жалақым өте жоғары болды. 3 мамандықты бірдей алып жүргеннен кейін. Күнде таңертең директорде немене болады, жиналыс болады, совещание. Сол жиналыста енді анау завод железобетон өндіреді, заводтың жүрегі дейді, растворобетонный узел. Өйткені сол бетонный узелде 4 үлкен бетон айналдыратын бір мешалқылар болды. Сол жұмыс істеп кетсе, заводтың жүрегі соқты деп есептеледі. Егер ол жұмыс істемесе,
соның бір кілтипәні болып бірдеңесі бұзылып тұрса, заводтың жүрегі тоқтап тұр дейді. Және де ол бетонный узел бүкіл Семей қаласындағы құрылыс алаңдарына бетон береді. Сол таңертең 50 машина кетіп, 70-80 машинеге дейін бетон алатын машиналар жиналып қалады, айғай-шу күнде. Әгіні тыңдап жүрдім, өзім мен енді конторда отыратын инженер, технолог, ана Ростов бетонный узелдің мастері, бастығы, үстінде телогрейка дейді, бір телогрейкамен жүреді, аяғында етік шаң-шаң болып жүреді. Бір адам ауысты, екі адам ауысты, ылғи орыстар. Бір күні сол кезде директор болған Василий Бакилов деген директорға кірдім, түстен кейін өзім. Жаспын енді, сол кезде қанша, мысалы 84 жылы 25 жастағы жігіттім. Сол кезге барып айттым, мен сол ана бетонный узелға соған мені мастер қойыңызшы деп. Ол деген сөз енді соғыс кезінде штабта отырған офицердің ана соғыс алаңы болғанда штрафной батальон дейді ғой. Пекло, ана қайнап атқан жерге өзімен еркімен бару. Ана Васильевич деген өте жақсы директор болды. Мына қасы қалың, Брежнев сияқты бойы ұзын және әділетті жақсы адам болған. Ұлтқа анша бөлмейтін бір жақсы қасиеті. Мына нацист болған жоқ. Қағасан керіп битіп, есі дұрыс емес адамға қараған сияқты қарады да, а ты справишься деді. Давайте попробуем месяц. Если не справлюсь, то уберете деп. Уберетмен қайтадан сол орныма қоямын дедім. Ну давай деді. Тез шешім қабылдады. Ертеңінде таңертең сол мастерді шақырып алды да айтты, міне мен Ахмет істеймін деп отыр, істеп көрсін деп. Жаңа кісі қуана сол жұмыстан кетті. Мені сол мастер бетон узел апарып қойды. Ішін аралап көріп жүретімін, бірақ енді қоян қолтық жұмыс істеген жоқпын. Бұл жерде де ең бірінші сол әрбір жұмыстарды меңгеріп алу керек болды да, сол екінші күн ана бүкіл костюмімді, галстугімді тастап, аяғыма керзі етік киіп, үстіме ана жұмысшылар киетін шапанды түгел жұмыс киімін киіп, үстіме телогрейка кидім де, оператор болып жұмыс істедім. Сол жерде 15-20 жыл жұмыс істеп жатқан орыстың әйелдері, адамдары болды. Соларға айттым, мені үйретіңдер енді, мен мына жұмыстың қыр-сырын білуім керекпін деп. Сол бетон жасауды үйрендім. Содан кейін ана цемент, шебен деген нәрселер берді. Оны жасауды бәрін үйреніп алдым. Бір апта уақыт кетті, бір аптаның ішінде мына жерде жұмыс істеп түгел үйрендім. Сол күнде таңертең айғай-шу, главный инженермен, бас инженермен директор заводқа келеді. Сол бетонный узелға үлкен биіктігі 10 этаж үйде ме, 7-8 этаж үйде ұзын балқана дейді. Сол этажына жүресің, іші шаң, цемент, бас көтере алмайсың. Сол ана завод жұмыс істеп кеткеннен кейін олар өзіне емес цехна кетеді. То есть конторына барады. Содан кейін бұның кілтипәнін қай жердегі кінәратын іздей бастадым. Кінәраты бір клапан болды. Мына клапан мына насостарға жел береді. Сол кезде ана біресе цемент, біресе шебен береді. Сол ана клапан ішіне цемент толғаннан кейін жүрмей қалады. Жүрмей қалғаннан кейін ана бәрі тоқтайды. Бүкіл завод жұмыс істемей тұр. Бетон болғаннан кейін бүкіл завод жұмыс істемейді ғой. Содан кейін ана снабжение, зам директор по снабжению дейді, Манай Рысбекович деген ағамыз болды. Соған айтам, ана клапандар керек. Ана клапан істен шығып қалады, енді оны жөндеу үшін жарты күн, бір күнде әрең дегенде жөндейді. Соның енді маған қосалқы запасы керек десем айтады. Бүкіл разнарядка бойынша алып қойдық. Ол кезде Москвадан береді разнарядканы. Трескеге, бүкіл Қазақстанда сөйтіп разнарядка береді. Белгілі мөлшерде ғана. Бізге бір жылға керегі беретіні бізге положено 60 ба, 100 ба, соны алып қойдық, енді ары қарай жоқ. Жоқты қайдан аламын мен, өз қолыммен жасамайын қойды. Жөндеңдер ана ескіні дейді. Айтам, ескі жөнделмейді. Электріктер күндіз-түн істеп жатыр. Тығырық шешілмейді. Енді не істеу керек? Содан кейін мен ана бетоновый мешалка шығаратын заводтың паспортын алып қарасам, ол Павлодарда шығады екен. Павлодар бүкіл бетоновый немене. Соны Павлодарда шыққаннан кейін өзім ойға кеттім. Барып соны алып келуім керек. Бүкіл жұмысты тоқтап тұрған осы клапандар болатын болса, қалай соны әкелуім керек. Ол кезде білесің, тегін ешкім бермейді ғой. Ол кезде былай ана заводтан тек қана нақты ақшаға, наличкаға ақшаға береді. Ал наличка ақша Совет өкіметі кезінде жоқ. Тек қана зарплата ғана береді. Қалған нәрсенің бәрін банк арқылы аударып, безнал дейді, доверенностьпен аласың. Содан кейін не істеу керек дедім де, сол кезде Қараханов деген Ислам Нұрбекович деген жас директор болды. Ол да бір 27-28 жаста. Өте сондай ер жүректі, сондай мықты жігіт болатын. Қорқпайтын. Төбелеседі жерде төбелесіп, өткен заводтың жартысында түрмеден шыққан зектер жұмыс істеді, химиктер. Менің бетонный узелімді түрмеден ертерек шығарады да, жөнделуге шыққан. Соларды автобуспен алып келесің, солар жұмыс істеді.
сол Караханов өзі боксер жігіт болатын. Бір күн соған бардым да айттым, маған ақша керек, наличный ақша керек, 500 рубль деп сұрадым. Оны не қыласың дейді. Айттым, ана клапандардың бәрін мен сатып алып келуім керек, былайша айтқанда ұрдап. Ана Павлодарда мынау шығады екен. Енді ол ақшаны қайдан беремін мен саған? Наличка бермейді ондай ақша деп еді. Мен айттым, ана бетон тазалайды, цементный банканы тазалайды деп мен наряд жазайын адамдарға. Соң кейін соларға қолына берем, жалақы ретінде. Оң кейін олардан қайтарып аламын деп. Оң жарайды, алып кел нарядыңды деді. Батыр жігіт болады. Соң кейін 4 үлкен кісіге келістім. Мен сендерге цементный банканы тазалат деп наряд жабам. Әрқайсыңа 120 ма 130-дан ақша берем, бірақ ақшаны маған бересіңдер. Ол ақшаға мен барып, клапан алып келем деп. Олар жарайды деп. Өздері химик кісілер, біреу совхоз директор болған, сотталып кеткен. Жарайды деп келісім берді. Сол наряд жаздым. Главный инженер қол қойды, бухгалтериядан ақшаны берді, қол қойғаннан кейін. Аналарға барып, олар қол қойып жалақыны алды, ақшаны маған берді. Былайша айтқанда бұл қылмыс істеді. Бұл үшін мен кемінде 2-3 жылға ма, мүмкін одан да үлкен мерзімге сотталып кетуім мүмкін еді. Өйткені ана ақшаны мен қалтама салып алып отырмын ғой. Ол ондай заң жүзінде жасауға болмайды. Бірақ рисковать етуге керек болды да, ана жұмысты жолға қою үшін. Ол үшін маған бір сыйақы да бермейді, ол үшін маған бір артық жалақы да қоспайды, ол совет үкіметі ондай жоқ. Жай ғана мен, мысалы, жұмыс істей алатынымды ананы жолға қою керек болды да, шешім табу керек болды. Проблеманы отыра беретін болсаң, проблема ешқашан шешілмейді. Проблеманың жолын табу керек шешуінің. Соған ақшаны алып алдым да, Павлодарға барып, адрес бойынша Павлодардың шет жағында екен, есімде тауып алдым. Кешкі жақын жұмысшылар шығып жатқан кезде біреуін шақырып алдым да айттым, бір ескісін алып барғам, мынандай клапан бар ма деп едім, бар дейді. Маған керек, мен наличка ақшаға сатып аламын деп едім. О, давай, қаншадан аласың? Саудаласып, есімде әлі 30 рубльден келістік қой деймін. 25 рубльден бе? 25 рубльден келістік. Содан 20 талым бір сумка болады екен, дәу. Соң айт, кешкі жақын ертең сағат 7-де ме осы жерде кел, сантехниктер арқылы ма әйтеуір шығарып береміз деп, заводдан. Енді ол бір колбаса немен емес, завод сондай қатты күзетілмейді екен. Кешке барсам, дәу бір сумкаға 20 талым салып қойыпты. Ақшасын қолына санап бердім де, ағын арқалап ап, автобусқа апарып, салып, алып келдім. Соның кейін сынса 4 бетономешалка тұр, сынса ананы ауыстыра қоям, жаңасы бар. Ал енді неменесін, ескісін әзірге жөндеп атады. Бетономешалкалар сықылдап сағат сияқты жұмыс істей бастады, жақсы. Соның кейін әлі есімде, сол мен қай айды екен, август айында қабылдап алдым. Соң бір айда 300 бәленбай көп, күніне 300 кубтан айына үшін бәленбай 1000 тонна бетон жасадым. Сол заводтың тарихында ондай бетон жасалмаған екен, бір айдың ішінде. Оны ана плановый отделдағы Малышев деген немене болды, бір бастығы. Олды қазақтарды иттің етінен жек көретін. Мені жек көрді, андай мен көрсеткіш жасағаннан кейін. Өйткені қаншама адам ауысқанда жасай алмай жатқан. Соны әдейі барып, сол плановый отделден алып алдым. Осынша жасадық деп. Соң кейін ол сенсация болды. Бірақ қатты үлкен шум болған жоқ. Жұмыс істейтінін дәлелдедім. Екінші бір мәселе болды. Ана мына жерде үлкен бетономешалка, үлкен мынандай дәу 1,5 куб бетон айналдырады. Соның мына жақта мотор болады, мына жақта редуктор. Екеуінің арасында вал. Ана вал, ана бетономешалканы айналдырады. Соның мына валы ана күшке сынамай сынып кете береді кешке дейін. Сынып кете береді. Сол валды оң кейін біздің ана мастерской бар, сол жерден аны жонады. Ол жонып болғанша қаншама уақыт кетеді. Сөйтіп ана 4 мешалканың біреуінің валы сынып қалса, тағы да тоқтап қалады. Басқасы істеп тұрған мен. Енді не істеу керек? Соң кейін сол кезде мен сырттай мына архитектурлық институттың Семейдегі бөлімшесінде оқып жүргем. Сол жерде менімен бірге бір группада қасымызда машиностроительный завод болды. Шындығында олар танковый завод дейді. Олар мына ГТТ деген соғысқа арнайтын машиналар шығаратын ана шынжыр табанды. Соғыс техникасына өте мықты металдан жасайды ғой. Соларға валдың суретін көрсеттім де, валды көрсеттім де айттым, мынау кешке дейін сына береді. Сендер осыны танк жасайтын металдан жасап бере аласың ба деп едім. Әңгіме жоқ, жасап берем, қанша төлейсің деп күлді. Соны саудаласып едім, бір валын бүйтіп қарады. Чертежін сызып алып кел деді. Соны өзім отырдым да, чертежі сыздым. Вал, мына жақта шестеренкісі бар. Мен есімде жоқ, 30 рубльден ба, 20 рубльден ба, 50 рубльді ғой деймін. Дәл саны есімде жоқ. Айту келістік. Осынша 10 вал мен соған жондырып берейін. Керемет легированный сталь дейді, сондай. Атын ұмытып отырмын. Легированный сталь А8 ба, сондай емеден. Жарайды деп келістік. Бірақ
ең қиыны ана машина танковый заводқа, военный завод қой, кіргізбейді пропускасыз. Оған кіру, одан бір зат алып шығу өте қиын, өйткені военный завод. Соны қалай істейміз деп едік, біздің сантехниктермен сол танковый заводқа ана турбалар арқылы барады екен. Өйткені біз жылуды сол танковый заводтан алып отырдық, котельныйнан. Содан кейін сантехниктермен, соны механикпен келістім, айттым, мына валды бір-бірдеп, сол ана трассамен барады ғой, жылу трассамен, бір-бірдеп алып шығып бере ала ма? Мен ана танковый заводқа жасатайын деп едім. Механик айтты, Пименов Николай Иванович деген, жақсы әке шығартып берем, жасатсаң болды деп. Маған ақыл берген сол Пименов болатын, танковый заводқа шіркін бір вал жасатып алса деп. Бірақ олардан наличка сұрайды, тағы да Қарахановқа бардым, айтам, Ислам Нұрбекович, тағы да ақша керек. Осынша ақша керек, 600 ба сондай ақша. Тағы да сол бұрынғы әдіспен наряд жаздырттым, тағы да наличка ақшаны алдым, танковый заводтағы жігіттерге бердім, олар соны жонып берді. Соны ана сантехниктер бір-бірден ұрдап, валдарды алып шығып берді. Бұл да енді қылмыссыз ұрлық, ақшаны ұрлық жасап жатырмын, бірақ өзімнің мен үшін емес, заводты жұмысқа жүргізу үшін. Қазір болса әрине өте тез сезілетін нәрсе ғой. Содан кейін ана 4 балқана, 4 мешалка ана сағат сияқты істеп тұрды. Айналдырған 3 айдың ішінде мен әгінің жұмысын сағат сияқты жолға қойдым. Сонда біздің Семпромстрой емес, Семжилстройдың да немелері, бетон завод құрылыстағылары біздің мешалканың бетоны өзелдің керемет жұмыс істеп тұрғанын естіп, наряд жазып, бізден бетон алатын болды. Таңертең келеді, главный инженермен директор бетон өзел жайды ұмытты жұмысын. Сықылдап жұмыс істеп тұр, заводтың бәрінің жұмысына кереметті әсер берді. Өйткені жүрегі ғой заводтың бетон беретін. Бүкіл құрылыстың, бүкіл трестің жұмысына алға жүруіне ана үлкен әсерін тигізді. Бірақ енді қазақ болғаннан кейін мені мақтаған да жоқ, ештеңе айтпады. Бірақ осы менің даңқым ана Семжилстройдың генеральный директоры Жеребор Василий Пантелеевич деген бір еврей кісі болды, үлкен трест, бүкіл тресттің бастығы, соған жетіпті. Жеткен кезде менің ана ағаш фабрикасына жұмыс істеп жүрген кездегі істеген істерім деревообрабатывающий комбинатта. Содан кейін соны бір күні маған шақырды. Қайтадан докқа осылай Ахметбек Нұрсейлинов деген маман бар екен, мықты жұмыс керемет жүргізеді екен деп, соған шақыртқызды. Кешкі жақын айтты, осылай Жеребор шақырып жатыр дегеннен кейін бардым. Жұмыс біткеннен кейін кеш сағат 7-де ме қабылдады. Кіріп едім, осылай сен маман екенсің ғой. Иә, керемет жұмыс істейді екенсің, естіп жатырмын. Бетон өзілдің жұмысын керемет жолға қойыпсың. Бұрын ана деревообрабатывающий комбинатта көптеген өзгерістер жасаған екенсің. Сен соған қайтадан кел. Соған сен бас технолог болып кел деді. Мен бірден қулыққа бастым. Ана жерде енді арам ойым бірден жұмыс істей қалды. Айттым, Василий Пантелеевич, жақсы барайын дедім, бірақ сіз маған квартира берсеңіз, мен барам деп едім. Отырды да, енді бүкіл квартираның қолында ғой, үлкен бастық. Жақсы, 1 жылдың ішінде саған 2 бөлмелі квартира берем деді. 2 балам бар болатын. Бұл 86 жыл ма, сондай. Енді өзім 1 бөлмелі пәтерді мен кезексіз алғам, оны айтуды ұмытып кеттім, қазір соны айтайын. Айлы алғам жоқпын, жатақханада тұрам. Кешіріңіздер, жатақханада тұрам. Малосемейкада. Оны да мен былай кезексіз алғам. Сонан кейін жарайды деп қол алыстық. Прям арыз жаз, ертең жұмыстан шық, кел деп сөйдеді. Шығып келе жатыр едім, баспалдақтан түсіп келе жатыр едім. Өзімді директорым, Василий Ильич Бакилов деген, мен бетон өзілгі қойған, Брежнев сияқты дедім ғой. Сол кісі көрді маған, енді менің ол жерде жүруге ешқандай қақым жоқ. Ана орталықтағы үлкен тресте, мен анау қалан шетіндегі бір бетон өзілдің мастерімін. Ей, Нұрсейлин, что здесь қойыш деп сөйдеді. Сөйтіп Василий Ильич Жеребор шақырды, Жилстрой. Екеуі бір мекемеде отырады. Бұрын Семтяжстрой болған соң 2-ге бөлінді. Мына жағы Жилстрой, мына жағы Промстрой болып. Мен ана жақтан келе жатырмын. Осылай Жеребор жұмысқа шақырып жатыр, ана деревообрабатывающий комбинатқа. Вообще-то менің мамандығым технолог деревообработка ғой, Васильевич, вы знаете деп едім. Бетіме бүйтіп барады да, қолымнан ұстап алды. Мен қашып кететіндей әлі есімде. Қолымды ұстап алды, далаға шыққаннан кейін Волгасы тұр екен, сол Волгасына өз алдына отырды да, мен артына отырғызды. Келе жатыр. Енді ана бетон үзіліп кетіп қалса, ана жұмыс қайтадан қирайды ғой. Соны ойлап, ол қорқып отыр. Таңертеңнен бастап айғай шу, управляющийден боқтық, ұрыс естимін деп. Соң маған ақыл айта бастады. Ты чё, как енді ана девушка легкого поведения, жеңілдек қыз сияқты, ары бері секіресің. Сен өмір жолыңды енді бастап жатырсың. Ты молодой, давай осы жерден өс, жетілесің. Біз мәңгі емес, біз кейін менің орныма директор боласың деп. Соң тағы да біраз қулық
айтуға тура келді, өтірік айтуға. Мен айттым, бұл әңгіме баяғыдан жүріп жатыр. Мен әйеліме, әке-шешеме айтып қойғам. Мен 2 бөлмелі квартира алатын болдым. Мен енді общежитиеден кетеміз деп. Маған бұл принципиально, мен осында кетемін деп. Тағы да біраз әңгіме айтты да, Цемпоселокқа келдік. Сол жерде мен түсетін болдым. Түсінгеннен кейін тоқтатты да айтты. Слушай, дейді. Қазір бізге 3 квартира беріп жатыр біздің промстройға, то есть управление производства предприятияға. Соны 2 комнаталы, 1 комнаталы. Давай мен саған 1 комнаталы квартираны саған кезексіз берем. Қаласың ба деді. Соны отырдым да, қазір берейін деп отыр. Ары кеткенде 1 айдың ішінде квартира беріледі. Бір жағынан қадірім бар. Үлкен директор басымен сұрап отырғаннан кейін, ана кісі өзі 65-те ме, сондай адам болады, 70-ге келіп қалған. Жарайды дедім, Васильевич. Тогда я останусь деп. Қол алыстық, кеттік. Соң ертеңінде ол таңертең маған келесін деді, сағат 9-да кірдім. Соң Негин деген Евгений деген бір профсоюздың бастығы болды. Сол профсоюз бөлетін квартираны кімге беру керек екен. Енді квартира алу үшін аз дегенде 15 жыл, 20 жыл кезекте тұрады. А менің істегеніме бір 3 жыл болды. 3 жыл ма, 2,5 жыл сондай уақыт болды. Маған квартира берейін деп отыр. Ана малосемейный общежитиеда балалары есейіп кеткен. 1 бөлме. Бұлай 4 метр, бұлай 3 метр ме? 1 бөлменің ішінде 2,5 метрде 3 баласымен тұрады. Балалары мектеп бітірейін деп жатыр. 3 баласымен бір неме тұрып жатқандар. Тосып тұр. 10, 15 жыл, 20 жыл бойы тосып жүр, әне міне деп прям жанталасып, санап. Соның ішінен мен 1 бөлмені жұлып алып маған беру керек. Ол енді ақылға сыймайтындай бұрын болмаған оқиға. Соң бірақ директордың сөзі, красный директор сөз өтеді. Соң Негин шақырып алды айтты. Слушай, мына Нұрсейленов Ахметбек неменеге әкетейін деп жатыр, жилстрой. 2 бөлмелі квартира берем деп жері бар. Біз бұны қалдыруымыз керек. Бұл кетсе білесің ғой, енді бетон жыл не болады? Қанша адам істете алмай қойған. Мынау істетіп отыр. Давай ана келген 3 бөлме, 3 квартираның біреуін мына Нұрсейленовке береміз деп. Енді профсоюз директор тыңдайды өзінше болғанмен. Соң айтты, енді қалай халық шулайды ғой, қарсы болады ғой деп еді. Өзі кім бар деп әкел списокті деді, профсоюз комитетте. 8 адам бар екен. Айтты, мынаумен мен сөйлесейін, мынаумен мен сөйлесем. Мынаумен өзің сөйлес деді. 4 адаммен 8 адам, 4 адам айтты. Однозначно қарсы болады. Өйткені олар өздері пәтер тосыптар. Арматурный цехтың бастығы Шмидт деген болды. Айтты, ол өлсе де қарсы болады. Соң кейін тағы да бір слесарь болды, бригадир. Ол тіпті қазақтар диттің етінен жек көреді, оны былай білеміз енді. Ол да қарсы болатыны белгілі болды. Соң сөйтті де айтты, енді мына 4-еу қарсы болады. Негин өзі сен біз жақ боласың, мынау мен бірдеңке уәде берем, олар біз жаққа қарайды. Соң кейін енді 8-де 8 ғой. 4-те 4, 8. 9-шы негізгі директордың сөзі бір дауыс болып саналады. Мен өзім мына Нұрсейленовке шешеміз, сонымен 5-те 4 болып біздің шешім дұрыс болады деді. 3 күннен кейін бәрі тосып жүр, міне квартира берейін деп жатыр, кім алады? 1-ші кезекте, 2-ші кезек, 3-ші кезек 3 адам алады деп, соларды құттықтап жатқан. Сол кезде жиналыс болды да, профсоюздың 5-те 4 дауыспен жаңағы берілген жаңа квартираны Победа 18 океанның қасында новостройкада маған беретін болды. Шешімі шығарды. Заводта соғыс, айғай-шу, мені әк жерде иттің етінен жек көріп, какой-то выскочка, бір қазақ, ол нағып соғырша немене болып қалды. Шмидт деген айтты, через мой труп. Мен 15 жыл тосып тұрмын, біреу келді, 3 жылдың ішінде 2 жыл болды, 3 жыл болды, пәтер бермекші деп. Үлкен соғыстай болды, бірақ енді шешім. Әгі квартираны 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін берді. Кезексіз мен сол пәтерді алдым. Бірақ мен халыққа айттым, сол ренжімеңдер дедім. Мен бұны маған бер деп сұрап, пара беріп ештеңе істеген жоқ. Мен совет өкіметіне пара беру деген болған жоқ. Мені жеребор шақырып жатыр. Управляющийдің өзінің резервте квартирасы болады. Маман шақыру үшін 1 квартира, 5 квартира, 5 квартира енді. Ол үлкен трес қой. Жеребор шақырды, мен барайын деп едім. Васильевич маған өзі осылай жалынып тұрып алып қалды. Енді білесіңдер, маған бәрібір. Деп едім, халық енді бәрібір жек көрді, бірақ сол 1 бөлмелі пәтер алып, қоныс тойын тойлағаным есімде. Бұны мен неге айтып отырмын? Адам қашан ақша үшін, бір билік үшін, даңқ үшін жұмыс істесе, үлкен жетістікке жете алмайды. Мен жаңағы бетон узелдің жұмысын жүргізген кезде, менде бір-ақ нәрсе болды. Алған ісіңді
қалай да соны ең үлкен деңгейге жеткізу. Соған Құдай-ақ, мен шын айтайын, осыдан да пәтер алсам екен, болмаса жалақымды көтерсе екен, бір сыйлық алсам екен деген мүлде ниет болған жоқ. Тек қана істі не кереметтей үлкен деңгейде істеу керек, не болмаса істемеу керек. Осы принциппен. Ал пәтер алған кезде соның жемісі болды, жанқиярлық еңбектің жемісі болды. Өйткені мен таңертең сағат 6-да жұмыста болатынмын, кешкі 6-7-де қайтатынмын. Жас мына энергияң ұрып тұрған кезде неге жұмыс істемеске? Осы кезде менің Мұхтар Шахановтың өлеңі тағы да есіме түсіп отыр. Өтесің, тағдырларым, құпиям көп ұқпаған, түсінбеген, менің әкем жек көрген адамдарын жалыны жоқ, сорлы деп мүсіркеген. Алдан іңкәр үміттің ізін көрем, жанымнан жалын көрем. Мүсіркетпе тағдырым мен ешкімге, мүсіркеген адамның қолын өлем. Ғасырына өң берген ерлер аз ба заманында, жас кезінде заманының заңғар ойын меңгерген. Керісінше сақал шашын күнге қаратқан қарттар бар, жасы жүзге келгенмен. Жастық тақ бола алмайды ешқашанда, жарлығым аяу керек, жастық отын ерте өшіріп алғандардың бәрі құн. Даңқы шырқау ел ұрқын айқындайтын деңгейдің, жас кезінде жалыны жоқ жігіттің, жас кезінде дарыны жоқ жігіттің, кейін ерлік жасарына сенбейме дейді Мұхтар Шаханов атамыз. Сондықтан аяу керек, жастық отын ерте өшіріп алғандардың барлығын. 30-да орда бұзбасаң, 40-та қырға шыға алмайсың. Әсіресе 20 жастағы, тіпті 15-16 жастағы жігіттерге, қыздарға айтатыным, дәл қазір сендердің істейтін шақтарың, дәл қазір сендердің ерлік жасайтын шақтарың. Сұлтан Махмұд Торайғыров, Мағжан Жұмабаев аталарымыз мен жаспын деген жоқ. Сол кезде қол аяқтарын буып алдына қандай кедергі қойса да, қараңғы қазақ көгіне үрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жалындап өмір сүрді. Сондықтан жалындап өмір сүріңдер деп айтар едім. Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңімен осы неменді аяқтайын. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Ақылымды тыңда мейлі, тыңдама, тілегім бар бір ғана. Шығып ал да арманыңның шыңына, қиыра мейлі, күйре мейлі, доңғала. Болса ақылың біл мынаны жалғанда, жолай көрме. Арманы жоқ жандарға, арманда балам, арманда балам, ақтық демің қалғанда. Бүкіл дүние, барлық қалам, бар жалған, жадыңда ұста, жаралған тек арманнан, өмірінің аяғы жоқ, басы жоқ, өлген артық, армансыз боп қалғаннан. Ақылымды жөн деме, арманда балам, ылди деме, төр деме, шығып ал да арманыңның шыңына, қира мейлі, күре мейлі, дөңгеле. Армандаңыздар, армандар орындалады. Сол арман адамның ішкі қуатын оятады. Құрметті көрермендер, әсіресе жастар, мен бұны мақтан үшін, бұрынғы өмірімді сіздерге көрсету үшін айтып отыр деп ойламайсыздар деп ойлаймын. Сіздерге де сабақ алсын. Адам тек қана ақша үшін емес, байлық үшін, билік үшін емес, өзінің өмірдегі орнын дәлелдеу үшін, өзінің қолынан бірдеңке келетінін көрсету үшін, және де бойындағы бар күш қуатты, бар бойындағы қабілетті сарқа жұмсау үшін өмір сүру керек. Өмірдің мәні сол өмірдегі бойыңдағы бар қасиетті пайдаланып, сарқа пайдаланып, еліңе, жұртыңа қызмет үшін. Бұл шынымен елге, жұртқа қызмет үшін деп қана емес, әрине өз басыңды, өз отбасыңды да жақсы өмірмен қамтамасыз ету үшін адам еңбектену керек, білім жинау керек. Жалындап өмір сүріңдер деп айтқым келеді. Жалғасын келесі видеоларда көресіздер. Кез келген адамның өмірінен шындығында да үлкен кітап жазуға болады, кино түсіруге болады. Менің де қиындыққа, қиыншылыққа, бірақ соның ішінде қызыққа да толы оқиғалар басымнан көп өтті. Солармен жастармен бөлісуді жөн санадым. Өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша.